Сәлем достар, сіздермен мен Салтанат Мәдениет. Біз сіздермен бүгін осындай әдемі клубника тоқуды үйренетін боламыз кардиганымызға. Мендегі клубникалар әртүрлі размері. Мынау менде ең үлкені. Сондай пышный болып шықты. Одан кейін қолындағы клубникалар сәл оған қарағанда кішілеу. Негізі осы размер мен ойымша дұрыс секілді. Мынандай үлкен етіп жазсаңыз да болады. Арасында бір-екеуін керек заттармен таныстырсам, мендегі жіп, газель, Baby Wool 50 граммда 175 метр. Құрамы 40% акрил, 20% кашмир па, 40% мериносовый шерсть. Бұл турецкий пряжа. Менде екі түсінен қызыл және жасыл. Жалпы мен осы кардиганға қазір 3, 6, 7, 8 тағы біреу бар, еще 9 клубника тоқыдым. Менен қалған остаток осы. Тағы бір кардиганға жету керек. Цвет номерлері менде цвет номері қай жерде бұның? Цвет номер 811 және 814. Негізі қыздар, бұл жіпті мен мына қызыл клубниканың қызыл жерін тоққан кезде мына жіпті екі қабаттадым. Басында бір қабатты мен тоқып едім, бұл жіңішке болды. Мұнымен де тоқуға болады, бірақ андай бір қатты пышный болып шықпады менде. Кейін мен екі қабатымен тоқығанда осындай болды. Жасылды да екі қабатымен тоқыдым. Мен сіздерге кеңес бергім келеді, что мына жіп менде остаток жіп, турецкий пряжа тоже, Alize Baby Best. Alize Baby Best. Осы жіппен әдемі болатын секілді. Осы жіппен тоқып көріңіздер. Мен жаңа секілді болғанда әдемі болады, өйткені мен жаңа біреуін тоқып көрдім. Қазір соңында көрсететін болам. Өте әдемі шықты клубника. Осы цветте менде қандай түсі бар, содан тоқып көрдім, просто көрсету үшін. Бірақ өте әдемі шықты. Сондықтан жіп алатын болсаңыз, клубникаға немесе жаңағы ромашкаға да осы келеді. Alize Baby Best. Мен суретін қалдырам. Ал қазір мына жіппен біз тоқып бастайық. Мен екеусін аламын. Мендегі керек крючок, мынандай обычный. Бұл любой жерде сатылады. Осының мына үлкен жағымен тоқим. Ал егер сіздер мына Baby Bestпен тоқысаңыздар, онда мынадан сәл размерін үлкен крючокпен тоқисыз. Өйткені жіп қалыңдау. Крючокқа жіпті әркім әрқалай іліп алады. Мен крючоктың үстіне салып, бұлай бір айландырып аламын. Осы жерден бітіп өткізіп бекітем. Бұл бекітпе. Енді ары қарай жібімізді ұстаймыз. Сұқ саусақтың үстінен. Кейін мына бас бармағымызбен, мына ортаңғы саусақпен негізгі тоқитын жібімізді бұлай ұстап тұрамыз. Ұстап тұрып, прям сосын барып жіпті іліп алып, мына жерден тартып шығарамыз. Мына жерді мен қатты бекітіп жібердім. Ашып алайын. Ұстап тұрамыз да, жіпті өткізіп, жіпті өткізіп аламыз. Енді жаңағы ұстап тұрған жіпті міне жібереміз. Осы жерге саламыз крючокты. Крючокты салдық жаңағы ұстап тұрған жіпке. Крючокқа ілмекті ілеміз. Осы жерден тартып шығарамыз. Міне бізде крючокта 1, 2 ілмек. Енді осы екеуінен бірге өткіземіз. Енді ары қарай 4 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Келесі этап. Крючокқа ілмекті іліп аламыз. Үстінен бұлай іліп аламыз да,
жаңағы бастапқы біздің ұстаған жібімізге саламыз. И жіпті тартып шығарамыз. Мынаның биіктігіндей көтереміз. Бұл бірінші. Екінші жіпті іліп аламыз. Тағы саламыз, жіпті шығарамыз, тартып көтереміз. Үшінші жіп іліп аламыз. Мұнда саламыз, жіпті іліп тартып шығарамыз. Так, төртінші. Так, үшеуі жеткілікті. Үшінші. Осы үшінші ілмекте, қыздар, мына соңғы ғой. Осы жерін жаңағы біз қазір мен мына үшінші ілмекті қайта көрсетейін. Мұнда так екі ілмек бар. Енді үшінші ілмекті бұлай іліп алғанымызда соңғы мына ілмекті ұстап тұрамыз. Так, вот, так қайталау болды. Соңғы ілмекті үш ілмек бар мұнда. Енді 1, 2, 3 ілмек. Үш ілмек болғанда, короче, мына жерге 3 рет салып алдық біз. Енді мына тұрған біздің тоқып атқанына негізгі тоқылатын жібімізді жаңағы бастапқыдай бүйтіп шетінен ұстап тұрамыз, жібермейміз. И ілмек крючокқа ілмегілімізді осының бәрінен өткіземіз. Бәрінен өткіздік. Жаңағы бізді ұстап тұрған жібімізге крючокты салып, бір ілмек іліп, осы жерден шығарамыз. И тағы ілмек іліп, екеуінен бірдей өткіземіз. Болды. Енді бір ілмекпен бекітеміз. Тағы да. Енді осыны біз қайталаймыз. Так, крючокқа ілмекті ілеміз, просто үстінен. И басындағы жаңағы салған біздің тесігіміз бар, қолымызбен ұстаған. Осы жерге тағы саламыз. Жіпті тартып шығарып аламыз. 1 рет. Так. 2 рет. Жіпті ілеміз, саламыз, тартып шығарамыз. 3 рет іліп алдық. И мына жіпті жаңағыдай ұстап тұрамыз да өткіземіз бәрінен. Өткіздік, мына ұстап тұрған ілмектен бүйтіп бір жіп шығарып аламыз. И екеуінен бірге өткіземіз. Міне, енді осыны бекітеміз. Екінші этап аяқталды. Үшінші этап тағы да осыны қайталаймыз. Крючокқа жіп іліп аламыз. Бағанағы жерге қайта саламыз. Жіпті биіктікте тартып шығарамыз. Так, бір бұл. Келесі. Екінші и 3. Енді мына жіпті постоянно соңында былай ұстап тұрамыз да осының бәрінен өткіземіз. Вот мен осылай бүкіл саусақтарымды қозғалтам. И ұстап тұрған жаңағы жіпке салып бір ілмек тартып шығарып аламыз. Мына екеуінен өткіземіз, бекітеміз. 1, 2, 3. Аяқталында аударамыз бұйымды. Енді қайта бастаймыз. Енді что-то мына жерде бір ілмек тартып жүргем. Так, аударамыз. Мына ілмекті сәл былай көтереміз. Жіп іліп аламыз. Мына 3 рет алған жердің үстінде мындай тесік болады сізде. Осы жерге крючокты салып, жіп іліп аламыз. 1. Жаңағы қайталанады. 2, 3. Мына жақты ұстап тұрамыз да. Тартып шығарып алдық. И ұстап тұрған жіптен бір рет өткіземіз. Екеуінен бірге. Так. И бекітеміз. Келесі жіп іліп аламыз. Қайталанады осының барлығы. Енді мына екеуісінің ортасы міне ашық, көрдіңіз ба? Осы жерден жіп саламыз. Крючокты салдық міне ашық жерге. Жіпті іліп тартып алдық міне.
1 2 3. Мына жақтағы тоқылып атқан негізгі жібімізді ұстап тұрамыз да. Мынаның бәрінен так өткіземіз. Ұстап тұрған жіптен бір рет, екеуінен бекітеміз. Екінші, келесі жібіліп аламыз. Келесі мына екеуінің ортасы міне. Ашық жер. Осында саламыз. 1 2 3. Ой, шығып кетті. 3 бекітеміз. Келесі жібіліп аламыз. Енді біз мына жаққа саламыз. Мына жердегі тесікке. 1 2 3. Мына соңғы жіпті ұстап тұрамыз да. Бәрінен өткіземіз. Осы ұстап тұрған жіптен бір рет ілеміз да. Екеуінен өткіземіз, бекітеміз. Екінші қатар аяқталынды. Екінші қатарда бізде 1 2 3 4 болды. Енді бесінші қатарда 5 болады. Үшінші қатарда 5 болады деген. Сәл міне көтереміз. Жібілеміз. Осының үстіне жаңағыдай біз мысалы бірінші ілмектің үстінен алсақ, енді келесі де тоже солай. Мына істеп алған мына пышный гүліміз, пышный гүл дейін. Осының үстінде мындай тесік болады. Осыдан аламыз. Біріншісінде 1 2 3. Үшеуінен өткіземіз. Мына жердегі ілмек. Бекітеміз. Келесілерде мынандай арасынан ала береміз. 1 2 3. Так, мен енді сәл тездетіп көрсетейін. 1 2 3. Осы қайталана береді. Бір-екі рет жасап үйреніп алсаңыз болды. Соны қайталап өстіп жасай бересіз. 2 3. Бекітеміз. Мына соңғы жағында, мына бастапқы сияқты үстінен аламыз мынаны. Үстінен. 1 2 3. Бекіттік. Енді бізде төртінші қатар. Тоже жаңағыдай үстінен аламыз. 2 3. Енді мына аралықтардан әрбір аралықтан аламыз. Соңғысында мына соңғының үстінен, мына жерден аламыз. Жаңағы бастапқы сияқты. Так, осы қатарды қыздар өзіміз аяқтаймыз. Келесі қатар тоже осындай. Оны да өзіміз аяқтаймыз, сосын жолғамыз. В общем, қазір сіздер 1-2 қатар аяқтайсыз. Мына қатарды и тағы бір қатар. Так, мінекей мен жаңағы қатарды аяқтап, одан кейін тағы бір қатар тоқыдым. Менде қазір барлығы 1 2 3 4 5 6 қатар болды. Мынау менде 7 қатар еді, ең үлкені. 6 қатар, ал мынау менде 5 қатарлық, ең кішкентайы. Осылай өзіңіз жасай бересіз қатар санын. Енді мына жерде жіпті кесіп алып тастаймыз да. Енді жасыл жіппен біз мына
сабағын жасайтын боламыз клубниканың. Жасыл жіпте де мен тоже екеуін бірге қолданам. Екі қабатын мен қолданам жіптің. Мынау бізде қатардың басталған жері. Бүйтіп қойын. Үстімене, осы үстіне мына жасыл жіпті саламыз. Бекітіп аламыз. Вот. Мынаның үстіне салдық жаңағыдай, мына жерде бәрі осылай үстінен кетіп тұр. Так, енді сәл биіктікте көтереміз да. Тура жаңағы негіз қайталанады ғой. Крючокқа ілмекті іліп алдық үстінен. Осы жерге салып 4 рет көтереміз. 1, 2, 3, 4. Біз жаңа 3 көтерсек, мұнда 4 көтердік. Енді келесі бізде мына жерге саламыз. Мұнда. Біріншісінің үстінен алдық. Енді мына екіншінің мына астыңғы жағынан, екіншінің жанынан аламыз. Біріншінің үстінен асақ, мына одан кейінгі қатардың үстінен алып тұрмыз. Түсінікті ғой, мынау қазір сізде бірінші қатар болып есептелінсе, осының үстінен алып тұрсыз. Енді келесі мына екінші қатардың екіншісінің үстінен аламыз. Мына екінші гүлдің. 1, 2, 3, 4. Келесі тоже осы екінші қатардың мына келесі пышне болып тұрған гүлдің үстінен аламыз. Жаңа мынаның үстінен алған еді, енді келесі тура соның жанындағы гүлдің үстінен алдық. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіз бе, мынаның барлығын осылай ұстаймыз қолмен. Так, келесісі былайынан жалынып келе жатыр. Келесі мына пышный гүлдің астыңғы жағы. Яғни, так, мына жерден аламыз, үшінші тұрған. Мынаның, получается, жаны болса 1, 2, 3. Келесі, так, бұл бізде 1, 2, үшінші қатар, үшінші қатардан аламыз. 1, 2, 3. Осының бәрімене былай қолмен ұстаймыз, саусақпен. И 4. 4. Енді мұнда менде бір қызыл жіп шығып қоя берді. Енді мына қолымызбен бағанағыдай мына жердегі өткізетін ілмекті өстіп ұстап тұрамыз да, осының бәрінен өткіземіз. Арасында бір шығарып алсаңыз болады. Міне, бәрінен өткіздік. Жаңа ұстап тұрған ілмектің өткіземіз и бәрін бірге бекітеміз. Бір ілмек бекіту міне дайын болды. Келесі крючоктың үстіне бір ілмек саламыз да. Мына ілмектің үстінен аламыз. Екінші қатардағы гүлдің үстінен тура мына бастапқы қайталанады. 1, 2, 3, 4. Келесі екінші қатардың тоже тағы үстінен алынады.
шығарып алайын. 2, 3, 4. Келесі. Мына үшінші қатардан аламыз. Мынау 1, 2, 3. 1. Біз жаңағыны тура қайталап жатырмыз. 2, 3 и 4. Енді соңғы ілмек мына жақтан алынады. Соңғы бірінші қатардағы мына екі гүлдің ортасынан. 1, 2, 3, 4. Енді осының бәрінен өткіземіз. Бәрінен. Бәрінен өткіздім. Соңғы ілмек. Соңғы ілмектен и екеуісінен. Түф. Мынадан да өткіземін. Не шиеленісіп қалды мына жер. Бекітеміз. Мынандай сапақтар шығады. Керісінше аударамыз да, мына жаққа қайта салып, бекітіп аламыз. Тартамыз. Енді 7 ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 1, 2-ін тастаймыз да, үшіншісіне сала аламыз крючокты. Шығарамыз, мынадан өткіземіз. Келесі крючок саламыз, шығарамыз бәрінен. До конца осылай жасаймыз. Бұл бізде сабағы. И соңғы жағын мына бір жаққа өткізіп бекіте саламыз. Бекіттік, жіпті тартып шығарып аламыз да, кесіп алып тастаймыз. Бізде клубникамыз дайын. Мына жақта мындай қалған жіптерді кеспейміз. Кейін кофтаға осыны ары былайынан өткіземіз да. Қазір көрсетейін. Байлаймыз. Мен мысалы былай өткізіп, қазір кеспейдім, мен просто байлап қойдым. Шеше салатындай байлап қойдым мен қазір. Өстіп байлайсыздар. Кейін бір шешіп алу керек болса, немесе жуатын кезде деген